Сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай, дәмді болып шығатын торттың рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап жоғарыға көтере отыра, ағарғанша осылай қозғап аламыз. Міндетті түрде қантты аз-аздан салып отыру қажет. Ал енді үстінен еріген сары майды құямыз. Тағы да жақсылап қозғаймыз. Болғаннан соң ұнға қобсытқышты қосамыз да, аз-аздан салып, тағы да жақсылап араластырып, бір келкі масса дайындап алатын боламыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Ал енді керекті формамызды алып, осы қалыпқа құйып аламыз. 180 градуста шамамен 20-25 минуттай уақыт пісіріп аламыз. Пирогымызды ағаш таяқшамен тексереміз. Толықтай бөлме температурасында суытамыз. Ол уақытта кремді дайындаймыз. Кремге бізге сары май қажет болады. Бөлме температурасындағы еріп тұрған май болуы қажет. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан жоғарыға қарай қоса отыра, шамамен 5 минуттай уақыт жақсылап араластырамыз. Сары май осылай көлемі ұлғайып, ағарып шығуы қажет. Болғаннан соң үстінен қойылған сүтті құямыз. Осылай аз-аздан құйып отыру қажет. Жақсылап араластырып алып, тағы да құйып, осылай миксермен қозғаймыз. Бір келкі масса шыққанша дәл осыны қайталаймыз. Міне біздің крем дайын болды. Осындай әдемі болып шықты. Өзінің формасын ұстап тұрады. Дәмі де өте жақсы болып шығады. Пирогты 2 бөлікке бөліп алдым. Қаласаңыз 3 бөлікке де бөлсеңіз болады. Ал енді тортымызды жинаймыз. Астына бір коржымызды қойып, кремді 2-ге бөлеміз. Және де осылай жағып шығамыз. Енді келесі коржымызды қоямыз. Дәл солай қалған кремімізді жағып шығамыз. Жандарына қалған кремді жағып, туралап шығамыз. Бетін қалауыңызша өзіңіздің ойыңыздағыдай әсемдесеңіз болады. Мен дәл осылай қалған кремдермен жандарына жағып шықтым. Барлығын болғаннан соң тоңазытқышқа кемінде 2 сағат уақытқа салып алатын боламыз. Сонымен біздің тортымыз дайын болды. Кесіп асқа бере берсеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын. Егер де видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болғайсыздар.